Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Біз бүгін тригонометриялық теңсіздіктерді бастаймыз. Өткен осы тригонометриялық теңсіздіктерге арналған менің бірінші сабағым YouTube каналда бар, яғни ол кіріспе сабақ алгоритмін бергенмін. Бүгін енді осы тригонометриялық теңсіздіктер енді бізде синусқа байланысты, косинусқа байланысты, тангенс және котангенске байланысты болады. Соған мен 3 немесе 4 сабақ арнағым келіп отыр. Бүгін тек қана синусқа байланысты теңсіздіктерді көрсетемін деп неге шештім. Бірінші біздегі тригонометриялық теңсіздіктер синус x үлкеніне тең а, немесе синус x адан кіші деген сияқты түрдегі теңсіздіктер болып келеді есептер. Ең алдымен ең қарапайым теңсіздіктен бастап көрсетейін. Синус x үлкен түбір асты 3 бөлінген 2-ден. Бұл теңсіздікті біз өткенде алгоритм бердім. Біз не жасаймыз? Бірлік шеңбер аламыз. Міндетті түрде бірлік шеңбердің x өсі мен y өсін білеміз ғой. Соның y өсі бойынша сөйлейміз. Бізде синусты айтқан кезде міндетті түрде y пен айтамыз. Мынау бізде бірлік шеңбер, радиусы 1-ге тең, ал түбір асты 3 бөлінген 2 деген ол қай жер? Мынау 0 жоғары қарай 1 ғой, мына арақашықтық 1-ге дейін. Осының арасынан түбір асты 3 бөлінген 2 деген мынандай түзуді алдық. Бұл түзу біздің шеңберімізді 2 нүктеде қиып отыр. Міне сол 2 нүктені белгілейміз. Сақинаны ашық қалдырамыз ба, әлде ішін бояймыз ба? Ол біздің теңсіздігімізге байланысты. Ол қатаң түрдегі теңсіздік па, әлде қатаң емес теңсіздік па? Біздің теңсіздігіміз біздің жағдайда қатаң. Енді қараймыз. Түбір асты 3 бөлінген 2 деген мына нүкте осыдан дейді жоғары, x одан жоғары болу керек дейді. Демек, оның жоғары жағын аламыз. Жоғары жағын алған кезде біз қазір мен мынандай спираль түрінде белгілеп қояйын шеңбердің бөлігі. Яғни бізге керек шеңберді мен мынандай спираль түрінде көрсетіп тұрмын. Және мынаны білу керек. Біз жүрген кезде сағаттың тіліне қарсы бағыт. Міне осы бағытты есте сақтайсыңдар. Сағаттың тіліне бағыт. Яғни жауапты жазған кезде үнемі осы бағытпен жүреміз. Мынау түзудің қиятын нүктелерін белгілеп алдық, доғамызды белгілеп алдық. Енді осы доғаның басы және соңы бар. Міне мынау басы. Яғни сағат тіліне бағыттас деп тұрмыз ғой. Мынау доғаның басы болады, мынау соңғы нүктесі болады. Басы түбір асты 3 бөлінген 2 синустың неше градустағы мәні? Ол 60 градустағы мәні, яғни пи бөлінген 3. Мына нүкте пи бөлінген 3. Екінші нүкте, бұған қалай барамыз? Және ескертіп, барлық нүктеге бару үшін 0-ден бастап барамыз. 0-ден бастап барамыз. 0-ден 60 градус жүрдік. Енді мына нүктеге бару үшін де 0-ден бастап жүреміз. Спираль тұрған жақпен жүреміз. 0-ден бастап жүріп келе жатырмыз. Мына нүктеге келдік. Ал бұл нүктені табу үшін 0-ден мынаған дейінгі аралыққа келсек 180 болады ғой. Сол кезде 180-нен мына қысқа доғаменен мына доға екеуі бірдей балдар. Осы 180-нен, барлық 180-нен мына доғаны алып тастаймыз. Сол кезде 0-ден бастап мына жерге келгендегі нүкте шығады. Ол нүктені табу үшін пидан алып тастаймыз. Пи бөлінген 3-ті, мына нүктені. Сол кезде бізде 3 пиден 1 пиді аламыз. 2 пи бөлінген 3 деген қалады. Демек, мына нүкте бізде, стрелканы былай жоғары қойын, 2 пи бөлінген 3 деген болып тұр. Енді жауапты жазамыз теңсіздіктің. X-ті ортаға жазып аламыз. Екі жағына теңсіздік қоямыз. Мына теңсіздік қандай болып тұр, сондай теңсіздік қоямыз. Енді сол жағы бізде мынау пи бөлінген 3. Пи бөлінген 3-ті әдейі алға қарай жазып тұрмын. Өйткені қазір бізде период қосылады. Ал екінші нүктесі 2 пи бөлінген 3. Екеуіне де 2 пи n плюс 2 пи n қосылады. Және n тиісті z-ге деп жазып отырамыз. Мынау бізге берілген мына есептің жауабы болып табылады. Қазір келесі есеп қарастырамыз. 21-де есінші есептің үшіншісін көрсетейін. Біз өткендегі бірінші күнгі сабағымызда алгоритмде айтқанбыз, берілген теңсіздікті қарапайым теңсіздік түріне әкелу керек, яғни түрлендіру керек. Демек, мынандай түрге әкелу керекпіз. Ол үшін мына жерде өткенде кеңдеудегі сияқты ғой бұнда да. Мына жерде алдында 2 болғанда, мынау синус 2 альфаның формуласын беретін еді. Қазір біз оны жасаймыз. Теңсіздіктің екі жақ бөлігінде
2-ге көбейтейік. Сол кезде 2 синус 2х косинус 2х кіші не тең 2 мен көбейтіліп 4 пен қысқарады, 2-ден 1 қалады. Ал теңсіздіктің сол жағы синус 2 альфаның формуласын беріп тұр. Ол деген сөз бізде синус 4х дегенді білдіреді, кіші не тең 2-ден 1-ге. Міне, қарапайым мына түрдегі теңсіздікке келді. Ортасына 4х-ті қоямыз, екі жағына, мына теңсіздік қатаң түрдегі емес қоямыз да, біз жаңағы шеңберімізді сызып аламыз. Қазір мына жерге шеңберді мына жаққа сызайын. Мына жерге шамалы байрағылар, шеңбер. Сызығымыз біздің 2-ден 1 деп тұр. 2-ден 1, мына 1-дің жартысы ғой. Мына жерде бояймыз, және екі жақта. Ал 2-ден 1-ден қандай жағы керек болып тұр? Кіші жағы, төменгі жағы. Демек, мына жақ керек бізге. Мына жақ керек. Бағытты ұмытпаймыз, бағыттылай жүреміз. Сол кезде мына доғаның мынау басы болады, мынау аяғы болады. Мінекей, қай жақтан жүріп келе жатырмыз, соған келді. Мынау басы, аяғы. А мына жерде мінекей, мына жер басы болды, мына жақ соңы болды, иә? Мына жерде енді мынау басы болады, мынау соңы болады. Соны ескереміз. Алдыменен қай нүктеге бару керек болса да, мынау шеңберді 2 нүктеде қиып тұр ғой, 0 нүктесінен барамыз. 0 нүктесінен жүреміз. 2-ден 1 деген неше градуста? Пи бөлінген 6, яғни 30 градуста, иә? Ал мына нүктеге қалай барамыз? Мына нүктеге бару үшін 0-ден бастап барамыз, бірақ бұлай жүрмейміз, естеріңізге сақтаңдар. Біз жүреміз, тек қана спиралы бар жолмен ғана жүреміз. Мына жақ бізге болмайды жүруге. Осы жолмен, яғни мына 0 нүктесінен пиға бардық, енді мына 0-ден мына нүктеге барамыз ғой. Сол кезде біз былай деп түсініңдер, кері қарай жүріп баратырмыз деп есептейсіңдер. Мінекей, мына жақтан былай қарай, кері қарай жүріп баратырмыз. Сол кезде 0-ден бастап есептесек, жүріп келе жатырмыз, мынаған келдік, минус пиға келдік. Минус пи. Жоғары қарай тағы көтерілдік. Мына ара қашықтық пен мына ара қашықтық бірдей. Мінекей, былай қарай кеткенде пи бөлінген 6 еді ғой. Енді біз төмен қарай жүріп керісінше қарай бағыттап баратырмыз ғой. Ол кезде бұл минус пи бөлінген 6 болады. Сол кезде, мына жерге мен көрсетіп жіберейін. Мына жерде қазір бізге несіп қалайын деп тұр, тақырыпқа төменірек жазайын. Мына екінші нүктені табайық. Екінші нүктені табу үшін минус пи былай қарай, мына жерге келгенше минус пи болды. Тағы да минус пи бөлінген 6 жүреді. Минус пи бөлінген 6 жүреді. Сонда барлығы минус 7 пи бөлінген 6 болады. Мына жердегі нүкте минус 7 пи бөлінген 6 болады. Енді барып 4х-ті ортасына қойып, екі жағына теңсіздігімізді қоямыз да, басынан бастаймыз. Неге сағат тілін? Мынау басы ғой. Минус 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. Мына жерге де енді пи бөлінген 6 плюс 2 пи n тесті z-ге. Біз 4х бойынша тауып тұрмыз, енді x-ті табайық. Ол үшін не қыламыз, балдар? 4-ге бөліп жібереміз. Минус 7 пи 4-ге бөлгенде 4 бөлімге түседі ғой, 6 мен көбейтіліп 24 болады. Плюс мынан 4 болады да қысқарады 2 мен пи n бөлу 2 болады. Мына жерде де пи бөлінген 6/4 24 болады. Плюс мына 2 қысқарады да пи n бөлу 2 n тиісті z-ге. Мынау біздің мына екінші 21/5 есептің жауабы болып табылады. Қазір енді келесі есепті қарастырайық. Мына есепті де қарапайым түрдегі тригонометриялық теңсіздікке келтірейік. Енді белгілеу енгізіп алайық, иә? Синус x-ті т деп алайық. Сол кезде бізде т квадрат минус 2t кіші 0-ден теңсіздігі т-ны ортақ көбейткіш шығарып жіберейік. Т минус 2 0-ден кіші. Әрі қарай бұны 0-ге теңестіреміз ғой, енді өздерің білесіңдер. Бұндай теңсіздік шығару үшін бұдан т тең 0-ге, т тең 2-ге деп 0-ге айналатын нүктелерін тауып аламыз да аралықтарға бөлеміз. Сол кезде бізде не болайын деп тұр? 0. Теңсіздігіміз қатаң ғой, 0 және 2 деп тұр. 2. Енді плюс минусты қояйық. Бізге керек аралық 0-ден кіші мына аралықтар екен. Демек, біздегі т 0-ден үлкен және 2-ден кіші деген теңсіздік түрінде келді.
енді тының орнына жаңағы алмастыруымызды қойып жіберейік. Синус 2-ден кіші, 0-ден үлкен. Синус x-іміз. Енді жүйе ғой, сонда бізде былай болып тұр. Синус x 2-ден кіші, синус x 0-ден үлкен. Енді 2-ден кіші екені белгілі ғой. Бізде теңсіміз минус 1 мен плюс 1-дің арасында жүреді. Ал мына жерде 0-ден үлкеннің жауабын жазып жіберейік. Бірлік шеңберді алып, 0-іміз біздің мына нүкте ғой, мінекей 0. 0-ден үлкен деген сөз, яғни мына доға, жарты доға. Мына жақ бізде пи. Енді жауап жаза саламыз. X 0 жақта бізде сағат тіліне қарсы жүретін білесіңдер. 0 оған периодты қоссақ 2 пи n. Ал оң жағы енді пиға 2 пи n-ді қосамыз. Пи плюс 2 пи n. N тиісті z-ге. Неке бұл есеп бізде осындай. Келесі 21-де 12-ні көрсетейін. Біріншісі. Берілген функцияның анықталу облысын табыңдар дейді. Бізде енді мына көріп отырмыз, квадратты бар ғой. Бізде квадрат түбірасындағы өрнек міндетті түрде оң болу керек. Демек 2 синус x минус 1 үлкеніне тең 0 болу керек. Және екінші түбіріміздегі 7x минус x квадрат үлкеніне тең 0-ге. Әрі қарай түрлендіреміз енді теңсіздігімізді. Сол кезде синус x үлкеніне тең 2-ден 1-ден, қарапайым түрге келді. Мұнан енді орындарын ауыстырып жіберейік. X квадрат минус 7x минус 1-ге көбейту, сол кезде теңсіздік өзінің бағытын өзгертеді. Неге әрі қарай осы теңсіздіктердің жауаптарын көрсетейік. Бірінші мына теңсіздігімізді шеңберді салып, бұның жауабын жаза берейік. Бұл бізге белгілі. 2-ден 1-ің жартысы ғой, 1-дің жартысы. Бағана осы шығардық қой, деме. Пи бөлінген 6, екінші жағы пидан пи бөлінген 6-ны аламыз. 5 пи бөлінген 6 болады. Үлкен жақ бізде былай. Мынау басы, мынау соңы. Бағытты көріп отырмыз. Сол кезде біріншінің жауабы бізде теңсіздігіміз қатаң емес. Пи бөлінген 6-дан плюс 2 пи n және 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. Бұл бізде біріншінің жауабы, бірінші теңсіздіктің. Енді екінші теңсіздікті кәдімгі мына жерге шығарып шеше саламыз қазір. X квадрат минус 7x кішіне тең 0-ден. Ортақ көбейткіш x шығарып жіберсек, x минус 7 кішіне тең 0-ден. Енді аралыққа бөлеміз ғой, x тең 0, x тең 7 деп екі нүктені алып алайық. 0 және 7. Бұнда да қатаң емес теңсіздігіміз, сақина боялады. Мына жерде де боялады. Мына жерде балдар сақина боялады. Екі жағындағы сақина боялады. Минус, мынаяқта плюс минус, плюс неке. Бізге керек аралық мына жер. Енді осы екі жерді қазір біріктіреміз. Мына жауаппенен мына екі жауапты қосып бізге ортақ шешім жасау керек. Енді үлкенірек қылып былайрақ сызайын қазір. Бізге жауабымызға анықтау болсын. Мұнан бірінші жазып алайық. 0. 0. Мына жаққа 7 деп қояйын. 7. Енді мына жердегі n-ға 0 берген кезде, мына n тиісті z-ге ғой енді. n-ға 0 берген кезде мына жер пи бөлінген 6, сосын 5 пи бөлінген 6 болады. Пи бөлінген 6 30 градус, яғни пиң 3,14, оны 6-ға бөлеміз. Сонда бізде мына жерлерге шама, бірінші мынаның жауабы, мынаның жауабы дейік. Мына жерге тағы қояйық. Енді мына n-ге мән беріп жатырмыз. Сонда бірінші жағдайда пи бөлінген 6 менен, мына жер ғой енді. Бірінші жағдайда пи бөлінген 6 менен 5 пи бөлінген 6-ның өзі түседі. 5 пи бөлінген 6. Яғни пиң 3,14 қой. 3,14-ті 6-ға бөлесіңдер, 5-ке көбейтесіңдер, сол сан ғой енді екі ортада шығады. Сонда бірінші кезде жауап былай болады. Екінші жауапты қарайық. Енді n-ға 1 берейік. n-ға 1 берейік. Сол кезде n-ға 1 берсең, мына жерің 2 пи болады. Пи болады. Сонда неше болады? Пи бөлінген 6 плюс 2 пи ғой. Сонда болады
12, 13 пи болады, 13 пи бөлінген 6. Пиді 6-ға бөлеміз, 0,5 шамасындай болады ғой, енді оны 13-ке бөлеміз, сондағы 13-ке көбейтеміз дегенім ғой. Пиді 3,16-ны 6-ға бөлеміз, 0,5 сондай асан шығады, оны 13-ке көбейтеміз. Сонда шығатын сан бізге сол 7-ге жақын сан шығады ғой, мына жерден, мына жерге жазып қояқ, оны 13 пи бөлінген 6 дейік. Енді n-ға 1 бергенде мына оң жағын қараймыз ғой. 5 пи бөлінген 6-ға есептейік. 5 пи бөлінген 6 плюс 2 пи. Сонда 6 2 12, мына 15, 17 болады, 17 пи бөлінген 6. Жаңағыдай пи бөлінген 6-ны шыққан санды 17-ге көбейтеміз, сонда 8 бүтінде бірдеңе сан шығады. Мен есептеген, мына жерде бір 6 бүтінде 18 шығады, мынадан ше, мына 7-ге жақын сан шығады, ал мынада 8-ден асып кететін сан шығады, 8 бүтін 15 па сондай сан шығады. Ол бізде 17 пи бөлінген 6. Екінші период берген кездегі жауаптар ғой, өсіп қайталанып отырады ғой енді жауаптар. Ал осы екі жүйе үшін бізде жауаптар жазайық. Мына нүктелерден тікес сызықтар жібереміз ғой. Тікес сызықтар жібереміз. Ал енді жауап жазайық. Жауап қайсы бізде? Жауап бізде мінекей мына жер. Мына екеуде штрихталған жер ғой. Және мына жер екеуде штрихталған жер. Демек, пи бөлінген 6-дан 5 пи бөлінген 6-ға дейін. 5 пи бөлінген 6-ға дейін дейік. Және мына жер жазамыз енді 13 пи. Так, мына астына жазайын, сен 13 пи бөлінген 6-дан мынау 7-ге дейін. Мынау 13 пи 7-ге дейін. Міне осы екеуінің бірігуі болады, мына есептің жауабы. Мінекей, құрметті оқушылар, осы тригонометриялық теңсіздіктерге алдағы уақытта енді косинусқа байланысты өтемін, тангенс, котангенсқа байланысты өтем. Содан кейін бір күрделі бір-екі есеп қарастырып көрсетермін жалпы теңсіздіктерге байланысты. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің сабақтарымыз ұнаса арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.